біздің көршілес мемлекеттерде мысалы ниқабқа ғана емес, соның ішінде хиджабқа, сақалға да тыйым салатын заң шығып жатыр. Біздің мемлекетімізде қабылданған қоғамдық орында бет-әлпетті жабуға тыйым салатын заңға қатысты кейбір бауырларымыз мына мемлекеттен көшеміз деп жатыр. Сондай пікірлер айтып қалады арасында. Өзің сол әрекеттерін кезінде Пайғамбарымыз Меккеден Мединаға көшумен байланыстырады. Енді қараңыз. Кезінде мұсылмандарға меккелік мүшриктер қалай істеді, қандай зорлық көрсетті. Ал біздің мемлекетіміздегі жағдай қандай? Екеуін салыстыруға келмейді біріншіден. Біздің мемлекетте намазыңды оқы, оразаңды ұстай бер, кез келген парызыңды орындай бер. Қажет десең білім ал. Бізде қанша медресе, қанша университет бар, діни білім беретін. Барлық мешіттерде кәдімгі тегін түрде дәрістер өтеді, мысалы, яғни біздің мемлекетімізде парызды орындауға ешқандай кедергі жоқ. Тіпті кейбір біздің көршілес мемлекеттерде, мысалы, ниқабқа ғана емес, соның ішінде хиджабқа, сақалға да тыйым салатын заң шығып жатыр. Онымен салыстырғанда біздің Қазақстандағы діни ахуал ол мүлдем екеуін салыстыруға келмейді. Сол себептен, құрметті бауырым, сіз білесіз, отанға деген махаббат, отанға деген сүйіспеншілік Пайғамбарымыздың сүннеті қажет десеңіз. Пайғамбарымыз айтады ғой, Меккеден көшіп баратып, артына қарап, Мекке сенің тұрғындарың мені қумағанда, сені ешқашан тастап кетпейтін едім дейді. Яғни ол өзің туған жеріңе деген махаббат болу керек шынайы мұсылманда. Сол себептен осындай пікірлерді алға тартпас бұрын, ол ниқабтың шариғаттағы үкімін дұрыс кәдімгі жан-жақты зерттеп алуға кеңес береміз.